Ассалаумағалейкум, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтары. Біз бүгін кітап оқыған адам мен кітап оқымаған адамның айырмашылығы тақырыбында кішігірім сұхбат жүргізуді шештік. Біз кеттік. Бізде бірінші сұрақ, сіз жиі кітап оқисыз ба? Иә, жиі оқимын. Мен қазіргі таңда ауылды жерде тұрамын. Мен ауылды жерден осы арнайы кітап оқу үшін келдім. Арнайы өз уақытымды бөліп. Әрине оқимын. Негізі тек қана бос уақытта. Бос уақытыңызда, иә. Әрине оқимын. Жалпы қандай кітаптарды оқуға қызығасыз? Жалпы өз мамандығым филолог болғандықтан әдеби кітаптарды оқу менің жаныма жақынырақ. Бірақ әрине денсаулық туралы да және психология туралы да, яғни өзіме не керек өміріме, сол бойынша ізденіп оқимын. Мысалы, отбасымда бір не болса, отбасылық кітаптарды оқуға тырысамын, мысалы үшін. Абайдың кітаптарына көбінесе. Қазіргі уақытта мен Абай жолының 3-ші жолына келдім. Бірінші, екінші жолдан аяқтадым. Жалпы кітап оқыған қаншалықты пайдалы адамға? 100% пайдалы деп айтсам болады. Өйткені біздің өміріміздің барлығы, болып жатқан нәрсенің барлығы ол ойдан тұрады. Ал ойыңды өзгерту арқылы өміріңді де өзгертесің. Мысалы, айтады ғой, әрбір өміріңде болып жатқан іс оқиға ол сенің ойыңның жемісі. Ал ойыңды дұрыс бағыттау үшін, дұрыс нәрсені ойлау үшін, ол үшін әрине кітап оқу керек. Бірден бір көмектесетін ол кітап деп ойлаймын, өзім жеке пікірім. Қосымша ақпараттар аласың, сабағына білім. Әрине керек нәрсе. Кітап оқысаң көзің ашылады, өмір көресің. Үйренерің көп кітаптан жалпы. Сөздік қоры көбейеді. Әрине зрение еще. Жалпы кітап оқу адамға керек пе? Иә. Қаншалықты керек? Бір 70-80% керек деп ойлаймын. 100% деп айта аламын. Кітап оқу адамға не үшін керек? Не үшін керек? Дұрыс өмір сүру үшін, дұрыс ойлау үшін керек. Яғни өмірді босқа өткізбеу үшін, дұрыс мағыналы өмір сүру үшін керек. Жаңа айтқандай, білім алу үшін, сабақты жақсы оқу үшін, болашақта жақсы мамандық. Адам баласы кітап оқуды тоқтатқан кезде ойлануды да тоқтатады. Иә. Келісесіз бе? Өте келсем, хайуандық, жануардық деңгейде өмір сүріп кетеміз. Біз тек тамақ, ұйқы, тағы не, мысалы, жануар, мысалы, ойламайды ғой ол. Біздің жануарлықтан, мысалы үшін, әлемде, мысалы, не айырмашылығымыз бар? Біз осы ақыл ойымызбен ғана. Біз жаңағы періштеменен жануардың ортасындағы жаратылыспыз ғой, адам. Ал енді біздің жоғарғы деңгейге адам, кемелді адам болуымыз үшін ол кітап оқудың пайдасы зор. Егер кітап оқымасақ, ойламасақ, біз дұрыс өмір сүрмейміз. Яғни, мысалы, жануарлар не ойлайды? Мысалы, қораңыздағы қой не мақсаты? Шөбі болса, жылы қорасы болса, болды, басқа ештеңе керек емес оған. Өмірдің мәні, мысалы. Біз сол деңгейге түсіп кетеміз, егер біз кітап оқымасақ, тек қана жаңағы ойсыз өмір сүрсек. Адамға байланысты. Ал енді сізге тағы да бір сұрақ. Кітап оқыған адам мен кітап оқымаған адамның айырмашылығы қандай болады? Жер мен көктей. Қазақ бекерін айтпайды. Кітап емес, жалпы оқыған, ұстаз өрген деген адамның сана деңгейі, рухани кемелденуі әлдеқайда жоғары болады. Кітап оқыған адамның ойы, сөздік қоры көп болады деп ойлаймын. Басқа адамдарға қарағанда ойы, сөзі бөлек болады деп ойлаймын. Өте керемет. Рахмет сізге сұхбатыңыз үшін. Өз алғысымызды білдіреміз. Рахмет.